Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге бар косметикаларыңыздан өте әдемі кешкі макияж жасайтын боламыз. Бетімізді жақсылап умывалкамен немесе пенкаменен, олар да болмаса детский сабынмен жусаңыз бетімізді жақсылап тазартып аламыз. Тазартып алғаннан кейін ең бірінші жағатынымыз осындай. Енді менде осындай тонер бар. Бұл тонерді қолданғаныма 1 жыл болып кетіп жатыр. Осындай тонер алсаңыздар да өте күшті. Негізінде адам, в общем, бетті күніне 2 рет күту керек. Күтім жасау керек. Сонда бетте әжім проблемалардан арыласыз. Бірінші пенкамен немесе умывалкамен жуып алып, одан кейін осындай тонерменен сүртесіз. Бұл этап болып жұмыс жасалады. Одан кейін сыворотка деген бар. Оны бет күтім жайлы былай басқа видеолардан қарасаңыздар болады. Ал мен сіздерге қазірше айтып түсіндіріп кетемін. Осы тонерменен жағып алсаңыздар да болады. Тонеріңіз болмаса, қандай креміміз бар? Увлажняющий крем жағып аласыздар. Ең бірінші питательный немесе увлажняющий крем жағып аласыздар. Менде осындай корейский 4-те 1 осындай кремі бар. Корейский. Осыны жағып аламыз. Кстати, мен мынаны жағам деп отырмын. Мақтаменен, былай мақтамен немесе ватный дискімен жақсаңыздар да болады. Бірақ эконом вариант сіздерге осылай қолменен жағуға кеңес беремін. Бұл эконом вариант әрі мақтаға көп сіңіп кетеді да, сосын мақтаға кетіп қалады көбісі. Ал қолмен жаққан өте выгодно. Осылай жағаласа кәдімгі күшті болады. Осылай кішкене жақсаңыздар жетеді. Кеткенше бетті аз жасып қойып беттеген күшті болып. Содан кейін кремді жағамыз. Мынау кремнің ішінде питательный, еще увлажняющий, еще отбеливающий қасиеті бар тағы да. 4-те 1 деген крем ғой енді. Кремді жаққан кезде де қалай болса солай жағуға болмайды. Осылай өзінің жолыменен жағасыз. Бәрін жоғарыға көтеріп, мынандай былай. Осылай жағасыз. Көрдіңіздер ме? Кәдімгі результат береді. Эффективно. Мойынға жағып жіберуге де болады. Біз бірінші бетімізді бояп аламыз. Бетімізге кремімізді жағып болғаннан кейін тональный кремімізді жағамыз. Тональный кремінде осындай Габринидің тональный кремі. Габринидің номері 101. Бұл светлый кожаларға арналған. Және жазға өте жақсы. Матовый тональный. Матовый тональныйды обязательно міндетті түрде осындай спонжпен жағамыз. Және спонжымызды қыздар жуып алуымыз керек. Міндетті түрде жуып алмасаңыздар дұрыстап жағылмай қалады. Бір жағынан матовый болғаннан кейін де жақсы жағылу үшін жуылады. Екіншіден матовый болып тұрса, бет бұлшап тұрғаннан гөрі матовый болып тұрған жақсы. Сонда керек береміз. Үйде болған соң сізге мен байып жем жоқ, сізге байып өтетін үшін азап жақшы. Ойлап алып, мен жағамыз деп алып. Жоқ. Қыздар, осылай көзімізге де жағуды ұмытпайық. Себебі тен жаққан кезімізде теніміздің ұзақ уақыт тұруы үшін және сапалы шығу үшін міндетті түрде теннің астынан осылай тональныйымызды жағып аламыз. Тональныйымды да жағып болдым. Келесі этап пудрамызды жағамыз. Бірінші бетіміздің бәрін жағып болғаннан кейін барып қасымызды, көзімізді боятын боламыз. Менде пудра осындай Габринидікі. Габринидінің фирмасын өте жақсы көремін. Сондықтан Габринидін жаққан кезде күшті не береді да. Күшті жағады. Сосын сіздер андай бар косметикаларыңызды баяна берсеңіз болады. Сізда менде контур шығаратын румяналар бітіп қалды. Сол үшін егер де сіздерде жоқ болса, осындай теніңіз болса, осындай цветтер бар теніңіз болса, мысалы мынандай
ашық түсті молочный цвет теніміз және розовалау теніміз болса, осыны румяна менен контур шығаруға осындай түстер жетеді, осындай түстер болады. Осындай түстеріңіз болса, жағуға болады. Тас көрсем, сізге қалай жағу екен. Мынандай шыртыңызды менде негізі барлық заттарым болған, мен өзім салонда жұмыс жасайтын болғандықтан барлық заттарым болған. Бірақ декретте үйде отырып косметикаларымның бәрі быт-шыт болып, менің қызым мына жерде жүр қазір, сол қызым бәрін алып құртты. Мынаны бірінші міне контурды шығарып аламыз. Контурды шығару үшін былай істейміз. Осы мына жерде сүйек бар, соның астынан келтіреміз. Осылай жайлап жағамыз. Бірақ оригинал тен болғандықтан жақсы жағылады. Бұлай оригиналы болмаса, міндетті түрде косметика алатын кезде оригиналын алғанымыз дұрыс. Совет беремін оригиналын алуға. Қатты разница да болмайды оригинал менен. Отделкаларда екеуінің стеналарында қатты разницасы болмайды. Және оригинал косметика өте сапалы және күшті болып жағылады. Бір жаққан ұнайды сіздерге. Ал мен осылай жағып алдым. Одан кейін мына жерде румянасы бар. Сол румянасы мынандай свет, ашық свет, мына заттан көп қолданатын болған соң бәрі бітіп жатыр үшін. Мынандай кисточка бар сонда. Осылай мынандай жерімізге жағамыз. Неде живой білініп тұрады. Қатты жағуға да болмайды. Кішкене көрініп тұрғанша міне. Мына жерде және мына жерде. Көрінді ма, достар? Осылай істеп жібереміз. Осы шопка деп айтады. Егер мынандай жерінде подвороткалар бар қыздар, мынандай жаңағы немізді, контурымызды осылай астына да жағуға болады. Қай жеріңіз сізге кедергі болып тұр, қырмұрын қылып шығару үшін де осылай осы жерден мынандай жіңішке түрменен алып, осы жерден былай сызасыздар. Маған қырмұрын керек емес, бірақ мен сонда да көрсетейін сіздерге. Кішкентай айнадан қарап. Келесі этап бізде хайлайтер. Осы хайлайтерді қолымызбен жағамыз. Сонда эффект жақсы береді. Жақсы көрініп тұрады. Осылай мынандай осы сүйектің үстіне жағамыз. Көрінді ме? Осылай көрініп әдемі болып тұрады. Монымыздың да үстіне жағамыз. Енді қасымызға көшеміз. Қалай? Осылай әдемі қылып бояп аламыз да, үстінен осыны қасты тарайтын, қас бояйтын туш. Осындай қас бояйтын тушпенен үстінен бір жүргізіп шығамыз. Қастарымыз естественный сияқты болып тұру үшін осылай бояймыз. Ал достар, екінші қасында да дәл осылай бояп алдым. Қасының шаруасы бітті. Келесі кезекте көзімізді бояймыз. Көзбенен қасқа көп уақыт кетеді. Мен мына қасымның мынадайдан негізі сызуға да болады. Сіздерге сызып көрсетейін қазір. Осындай тональныйды алып аламыз. Тональныйды алып алып, осылай жағып аламыз да. Осындай кисточкамен. Мысалы қас бояйтын осындай жіңішке кисточка болса,
болады, или жақпай просто тең жағып жіберсеңіз де болады, тең көзіңізге жағып берсеңіз де болады. Жақсаңыздар одан әрі қатты болып концентрациясыз. Келесі кезекте көзімізді боямыз. Мынау да Oriflame'нің оригинал тені, жақсы шығады тоже. Мынау да жақсы шығады. Қалаған косметикаңыз, қалаған теніңіз, сізде қандай тен бар, сол тенді қолданып жаға береміз. Біріншісінде ашық түстен жағып аламыз. Қыздар, бірінші ашық түс жағып аламыз. Қабақ, егер сізде қабағыңыз ісіңкі қабақ болса, немесе қабағыңыз мүлде жоқ болса, сіздер темный цветті қолданасыз. Темный цветті қолданасыз. Егер де көздеріңіз, қабағыңыз менікіндей болса, осында ашық түстен қолданасыз. Бірінші қатты темный емес, қабағы жоқ қыздарға айтарым. Бірінші, мысалы, қою түстер, мынандай түстер, міне, мынандай қою түстер, осындай қою түсті полностью бүйтіп жағып аласыз да. Одан кейін мынадай көк түстен, бұл кешкі макияж. Мынадай көк түстен, темный, немесе мынандай қара түстерден былай көздің мына жерінен бүйтіп жағып, осындай растушевкаменен, бірінші мынандай осындай щеткаларыңыз бар болса, осындай щеткамен бірінші жағып аласыздар да. Одан кейін барып растушевка жасайсыз. Достар, растушевка жасаған кезде көзіңіз бүйтіп жағылып тұрмау керек та, былай біркелкі болып кету керек, кожаменен біркелкі болып кету керек. Соған мән беріңіздер. Сонда визажисттердің жасаған сияқты богатый болып, күшті мейкап болып көрінетін болады. Сол макияжның самый главный секреті, лайфхакі осы растушевкада, қыздар. Растушевканы көзге тенді үйлестіріп жағу өте маңызды. Сол үшін мұқият болып, мысалы, қандай көйлек киесіздер, қандай күндізгі тойма, кешкі тойма, немесе туған күн, немесе көзім қатты білініп тұрмасын десеңіздер, яркий цветтерді қолданасыздар. Основной кешкі макияж бұл темный цвет болады. Сол үшін мен темный цветтерді қазір қолданамын. Жаңа айтып өткенде бірінші мен Deeply'дан бірінші үстіңгі қабағымды жағып аламын. Содан кейін осында розовыйды жағамын. Бұл розовыйды осы жерге жағамын. Осылай розовыйды жағып аламыз деп, одан кейін барып растушевка жасамайды. Екі жағына розовыйды жағып растушевка жасап алдым. Одан кейін мен осы көк жағамын. Көк цвет кешкі макияж үшін. Айтпақшы, сіздердің косметикаларыңыз шашылып, немесе андай оригинал емес шашылып кететін тен болса, пудраны аласыздар да. Осындай пудраны аласыздар да, ең астыңғы жағына жағып қоясыздар. Қатты жағып қоясыздар. Прямо пудраны деп шашып жіберетін кезде ана косметикалар кетіп қалатын болады. Косметика деп қоймайды. Сіздің шашылып кететін теніңіз сол жоқ болып кетеді. Ей, сөйлемешіш, мен видео түсіріп жатырмын. Осылай екі көзіме бірдей қылып көк цветті жағып алдым. Қыздар, видеода бар ғой, қатты көрініп тұрған жоқ та. Бірақ видеода көрініп тұрғандай етіп жағатын болса, бір живой қатты болып кетеді. Сол үшін осылай жақсаңыздар да болады. Соның өзінде қатты білініп тұрады живой негізі. Енді келесі кезекте мен көзіме жылтыр жаққым келіп тұр. Жылтыр, енді қымбат фирма Ательердің осындай жылтыры бар, сары түсті. Соны
жағамын. Ол үшін бұл жылтырды қалай жағады? Жылтырды просто так өзін жаға салмайды. Ол жаға салсаң, оны уже кетіп қалады жылтыр. Ұзақ уақыт тұру үшін барлық зат негізі көп зат тональныйдың көмегімен істелінеді. Былай өзінің клей де болады, бірақ клей егер болмаса тональныймен жасай берсеңіз де болады. Егер сіздерде жылтырыңыз бар болса, осылай осылай жағып алдық та, мына жылтырды қолдың көмегімен жағамыз міндетті. Осылай қатты шашылып кетпеу керек. В общем, подводкам да бітіп қапты. Подводкамыз бітсе, осылай терісін саламыз. Келесі кезекте кірпігімізді жағып аламыз. Көзіміздің астын боямыз. Мына жағын темный көк қыламыз, мына жағын сәл ашық қылып аламыз. Астына тушымызды жағамыз. Енді көзіміздің астын бояп алдық. Көзімізді бояп алғаннан кейін мына хайлайтсерменен осылай қолымыздың ұшымен осылай көздің мына жерінен мына жер бояп алайын. Осылай бір точка болып кетіп қоясыздар, сонда көздің астын жылтырап әдемі болып шығады. Келесі кезекте помада бояймыз. Ернімізге мынаны ішіп бітіп жатыр, мынаны ұшы сынып жатыр. Вот карандашың ұшын шығарып кетті. Осылай бояп алдық. Менің любимый помадам. Ішінде бітіп жатыр, сонда да көші боямыз. Ал қыздар, осымен бүгінгі макияжымыз тәмам болды. Сізге ұнады деген ойдамын. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде маған арнама жазылып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Сау болыңыздар. Алдағы уақытта қандай косметикалар алу керек, подделкамен оригиналды ажырату және де күндізгі макияж, әртүрлі лайфхактармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.